Yalnız sözlermenin jarqırap gülüp turgan Şaynagan közlermenin Joluqqan qanday жақсы Joluqqan qanday жақсы Joluqqan qanday жақсы Sağıngan yürekmenin Eң жақсы тілекменен Құшақтап қатты қысып Ең жақсы ниетменен Кездескен қандай жақсы Жолыққан қандай жақсы Жолыққан қандай жақсы Амандық болсын десіп, құшақтар толсын десіп, бақ қонып басымызға, бақ дәулет қонсын десіп, бар болсақ қандай жақсы, бар болған қандай жақсы, бар болған қандай жақсы. Кездесу себеп болып, Думан кенет болып Жүздесу қандай жақсы Жақындар себеп болып Жолықсақ қандай жақсы Жолыққан қандай жақсы Жолыққан қандай жақсы Бар болсақ қандай жақсы Бар болған қандай жақсы Бар болған қандай жақсы Жолыққан қандай жақсы Жолыққан қандай жақсы Жолыққан қандай жақсы Жолыққан қандай жақсы Men sendersin. Tamam gel. Ay beni baksanız ben. Gel Karaz Köken ağa. Astana'da Almat'tan gelindim. Karangızlar al. Ертең барған хабарласам ба? Қарақта Көкен. Ал кет. Тоқта. Қарап. Езі күтіріп берсе түсейікші. Енді қамы жарлайдыңыз ғой. Қарап. Кетті. Маневр. Алматы, Астана, Көкшетау, Өскемен. Tep үйге тез, көзіме көрейін. Шайма, шай. Роза. Кесеш. Болды, я.
Tekrar kurgostada kalalım. Ayı barattı da koş. Ayı barattı da. Baycan balası barattı. Sen de tabii bir kirpiri istiyor ya. Marina, Flora, Mirman. Apamla ama Ama ben gelip al. Ne durmuş? İsmin ablan da sakın. anak suran apamızı yiyor. Aklımda oturgasın. Sabina, hey kuşum. Beni. Kuştan, al coşku koysun. Yerine azar koyacağım. Orada ben aytayım. Oturayım. Kızlar, telefonu görüşürüz. Telefonu basayım. Onda Max, necede duran bugün? Hasan bir yerimde Allah'ın adını basayımız. Buna bugünkü kasiyetli Cuma'ga Tuğra kelip turgan bizim 1973 pен 1983 aralığında oş yerden bilim algan, oş yerden uçkan Karlıgaçtardın bas kosu keşinden басталып отыр. Ең бірінші қазақта айтады, өлі риза болып тірі байымайды деп. Мына бұл жер біз үшін тарихи мекен. Мына жерде осы балдар қардай болып кеп, таудай болып аттанған жерлер, мына мектептің сілемі орны. Мына жерде осы директордың несі ғой деп апа, кабинеттері болатын. Осы жерден сығалап бұғып өтетіміз зәрем үшін. Одан кейін бұл жерде мына әкеміздің шаңырағы болды осы жерде. Тынарбай сол хандық құрған кезі, баяғы Жәнібектің тұсындағы қазақтар мемлекет құрды деген болсақ, Аққырдағы енді біз ес білгелі Тынарбай ақсақалдың хандық құрған заманында осы жерде гүрілдеп тұрды. Мектепті осында. Бүгін соны мынау орында бар оңалар дейді, балдары, ұлдары, қыздары, келіндері үлкен мешітке айналдырды. Апа, өзіңіз отырсыз. Біз бақыттымыз. Сіздердің баталарыңызды алып, мынау бүгін Ақ Ордасына келіп, мешіт қылып, бата қылып жатқанбыз. Енді мынау көп созбай, сол тарихи жерге келдік қой. Жүрегіміз алып ұшып, қол қуысып десек те, бұл күнге жете алмай, бұл күнді көре алмай, қапыда кеткен бауырларымыз бар. Бірақ ол да Алланың ісі, сондықтан да пейіште жұмақта жатқан шығар жандар деп атып тілейміз. Енді осында өзіміз ініміз имам отыр. Ең бірінші дастарханда әруақтан бастағасын жерде бірден Құран бақыштап жіберейік. Содан кейін бата сұраймыз, әрі қарай шай-пай болады. Әр программа бойынша ісіміз әр оңға баса берсін деп отыр. Ал имамға кезек. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده ملك وهو على كل شيء قدير ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع
يرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب الصغير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة المستقيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا كريم وخاشت الكلام شاكرون Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinin adatlı sahabalarına önce emrilirdi. Yani oğlumuzda kocağı korumda yatkan mümin Müslüman ata babalarımızga atap arnaylap Төлеген баласы Тынарбай, Тайшық баласы Сабырбек, Үрсенбек баласы Оразбек, Базарбай баласы Жаңабай, Бегасыл қызы Гүлжахан, Қожағайып қызы Гүлнар, Шахмұхтар қызы Айткүл, Муса қызы Шәмшегүл. Allah'ın артынан ұрпақтарını, өмір жастарын ұзақ ет. Не тілесе дұға тілектен барлығын қабыл ет. Allah'ın бесік алып арнайы Құдай беріп жатқан садақаларына қабыл ет. Артындаған бауырларының, балдарының Allah'ın жасауышын іс-кәсіптерін берекесін беріп, өмірлеріне береке бер, дастархандарына береке бер Allah'ın. Қайда жүрсе аман үшін жолдастар қыдырата болуларын нәсіп ет. Allah'ым салли Сейдина Мұхаммад وقال آله وصحبه أجمعين. Kur'an kartımız kabul olsun. Buna şerbet taratıldı aldan şerbet bagana aslında yendir diyet kıldı şerbette. Yiyebilirsin de. Meydin oktu, bu niye lan? Artık olmaydı, artık olmaydı. Ben ne kadar olsun da. Ya 65'te var o şimdi bir var. Yettim de mayış. Sen 20 may var onu kıyıtmayız. Sizden kaldı. Bir de kapıcı. Kalır tamam. Baykaş şu kadar arasın. Tamam, bu yaşta yamay kalmaz maskara. Nasıl bir gatsana? Bulayacağım. Kuşal gibi. Böyle işte bu. Bir iki seyirde o. Niye sonra taşı? Bastırma şöyle. Aç bir kutu. Yok ne şey yok. Hani şey tamam. Hani şey gibi tamam. Al river. Al niye o gezdik bitti? Hem teğmen. Müzik çıktı, büyüsün. Kolay koyayım mı? Nereye koyalım? Gizli. Oğulcum pürgüç. İyi bilir. Buraya bastırın da.
Hani 30 yıl buradan sonra. 30 yıl. Dostların gelmişler. Abintaydın şaşkatalı. Allah razı olsun. Kim Canabaydın kim bir aynalar. Allah seni bizge amarat kaldırdı. Her girgende kuşakta biz canı gözüm katı kuşaktan. Alıp bir keç şerinde. Endi ketke jete kuşaktan ödemiz. Endi men oylap oturdum. Ülgünden kıyıbırak kişiden eldi patlayıp. Әкелерімізден көздің ағы мен қарасы, әкеміздің өз өлсе де көзі көргендер өлген жоқ қой. Бәріміз енді төке өзіңіз бір ауыз лебізіңізді білдіріңіз. Жаңағы балдарға тие берсін. Осында көзі көрген азамат ұл-қыздарын қосайық деп. Жаңа мына бала кім деп жатыр мына жерде? Мына баланы. Сөйтсем Қасқырбектің інісі ғой дейді. Айнымайды. Ол қайда десем жиені, енді інісі орны деп жатқаным ғой. Сөйтсем Қызылгүлдіңдей, Қызылгүлсізді мен байқамаппын. Сол қызыл күйінде қалыпсыз. Мен ойлап, шарқалдақ басқа бір иә. Ағармаппы. Ағарма. Сол күйі. Сіз мен тандыңыз ба бағана? Неге таңдың? Айту қайсаққа енді өзім шықтым айту. Жоқ енді. Бір жақсы лебізіңізді білдіріп. Сұрағандар енді жамырайын жүрсің. Бостан-бос сөйлеме керек қой деймін тыңдап. Ай, бағадан бері сайрабат кейін сайрабат. Бұлар да класстастар ойында. Сөйле женім ғой енді, жаңа даусын тандым. Бір женім қасымда тұр, молодец, үндемеді, нағашы кетіп. Мынау енді дұрыс. Мынау ойларды болмай, тірі байымайды. Мынау енді әр сіздерге мен көп жаңада айттым әндерде республика түсіп отқанда. Талаптарым құтты болсын дедім. Денсаулықтарым мықты болсын дедім. Әңгіменің байлығы денсаулық. Міне марқұм болған жаңағы баламыз болады, үйлеріміз болады, жетеуге өстің ғой жаңа. Жетеуге. Мынау біздің Балқатамыздың мынадай сөзі бар. Өлшеулі өмірің таусылса, санаулы денің сарғылса, әркімді анық бір нәубет басында еңбек дейді. Сонда оларға нәубет келді керек. Енді қалған ата-ана бауырларына Алла бақыт берсін деп. Амин. Сосын мына сіздер мінекей. Сонау Астанадан, Алматыдан келіп осы неде оңай емес. Мынау тұрған жаңа талапқа бара алмай қаламыз кейде. Сіздерге де рахмет. Осы құрдастарыңды естік алып, жүректеріңі сақтап, міне осы нағыз достық деп осыны айтамын мен. Міне сол достықтарыңмен келіп, Ерназар бастаған алма. Осы бәрің отырғандарыңа мен көп рахмет бақыт айтамын. Амин. Бала шағаларын қызын көрген, қысқа айтам. Қысқа сөз алтын деген, көп сөз күміс деген. Сондықтан бәріңізге оттардың басында қуаныш болсын деймін. Алла тағала арттары жаңағы той болсын жаңағы марқұмдардың. Қалғандарына Алла бақыт берсін деймін. Алла ауызбіршіктеріңді айырмасын жаңағы айналайында. Алып сатылар. Сондықтан бірлік тілеймін. Бірліктерінде Алла айырмасын. Амин. Ана бақыт, ана нұр жаулықты анасыздар. Кәдімгі Абылай ханның ақ туындай аппақ орамалдар, арыларыңыз таза жандарсыздар. Мен мынау сыртта ертерек кеттім, көп араладым. Осы сөзі әр жерде айтып жүрем. Талай әкімнің әйелін көрдім, талай совхоз директорының әйелі. Олар действительно әкімнің әйелі, совхоз директорының әйелі болып өр түрлі жүреді. Менің ауылымда да сондайлар болды деймін, кәдімгідей ауданға. Бірақ мен Бердігүл апамыз, мен совхоз директорының әйелі едім деген, менің анам сияқты, Рахима сияқты болды. Апам бөлек болды. Иә, содан кейін Сәуле апамыз. Мен мына Зайыр деген ақсақал 6 құрлыққа ат жеткен кісі. Ана өзінің қасиетімен, мына сынықшылығымен. Сонда да мен Зайырдың әйелімін деген жоқ. Менің анамдай болды. Сосын бір ана, мына Бердібек ақса, мына Ғабиттің анасы. О кісіде кімсің, ана кісінің келіні ғой андай, дырдай. Бірақ айналып, бір анда-санда бір келгенде столдың ар жағынан тұрып, қойшыбекпісің ай деп осы үш кісі маңдайына иіскейтін, маңдайына сүйетін. Сонда Рахиманың маңдайынан сүйіп атқандай сезілетін.
әрқайсыда мен әкімнің директорын әйел деп көрген жоқ. Сол ұлы кейпінде қалған аналарымыз. Міне бір келке отырсыздар. Өмір бірге келеді, бір келке кетеді өмірде. Бұл жаны жайдар адамдардың ғана, жаны бай адамдардың ғана, ұлы адамдардың қолынан келетін. Сондықтан ұлы кейіпті бізге танытып кеткен аналарымыз отыр. Беке, өзіңіздің жасыңыз үлкен деп жатыр, апа. Сіз бастап, Сәуле апам қоштап, бір жақсы балдарыңызға ыстық лебіздерін жоқ, келетін ғой жаймен. Ана, мен метрге мен келдім, метрге. Атып oldu mu o кезде? Мен бір құдағиым бар, бақыттың енесі. Жасы енді 80 асып баратыр. Сөйтсем о кісі документ бойынша 104-ке кепті. 104-ке, өз 84-ке келген. Сөйтпен партия. Енді оның артын қазайын десе, айтады, жауап беріп кетеді. Сонымен қаз 84-104-те әлі пенсия алып жүр. Неге қашан қайтады мына кісі? Бұл пенсияны 45 жыл алды ғой, 100 жыл алды ғой. Ренжіп жатыр бұған мемлекет. Сол жақта апай метрге мен сөйлесіп жатырмыз. Енді міне ортамыздағы тірі шамшымыз. Бала кетіп ана қалу деген бұл қасірет. Бірақ көтердіңіздер. Бұл бір сынақ Алладан келіп жатқан. Еті де үйренеді оған. Бірақ неге сіз енді қазір қайғырмайсыз? Міне бір шәмші отыр мына жерде. Бір шәмші отыр. Бір бақыт отыр ортамызда. Осының бәрі сіздің балдарыңыз. Сіздер мына отқан аналар байсыздар. Сіздерді ұмытпайтын ұл қыздарыңыз бар. Енді бізді де бізден кейінгі балдар, мына осылардың балдары бізді бақытты қылса дейміз. Ой, мынау қойшыбек қой, мынау не қой, атамыз қой деп келіп тұрады. Сосын өзіңіз сөз алсаңыз. Сосын жаңағы әруақтарды айтқанда мен балдарым неге аталмады деп жатыр. Ол да отырсыз. Бірақ имамның бағана бірінші сөзінде айтты ғой. Ona la ilahe illallah Muhammed Rasulullah деп өмірден өткен мұсылмандарға тие берсін. Соның ішінде бүкіл мұсылмандар қамтылады апа. Сол өзіңіз бар, осындай ең соңын ала беріп, мен Задагүл апайым да артынан сөйлейді. Оған арнайы беремін. Мына аналардың атынан деп жатыр мен. Айтылды ғой. Baldarına денсаулық тілеймін. Амин. Денсаулық тілеп жатыр бізге. Амандық тілеймін. Бараға бірліктері болсын айналайын. Сені көріп қуанып жатырмыз. Анаң бізбенен қатар ет. Алланың құзырына ертерек кетті. Жолдас болсын енді. Не істейміз? Біреу ерте біреу кеш кетіп жатқан анау ғой. Осы арада біз келгенде ит olған шал бар еді. Сол шалдардан біреуі жоқ, сол кемпірден біреуі жоқ, соның бір жан біз саған тазының шашында әр жерде бір бейрек сері қалды. Жақсылықтардың аналары. Мына жерде жаңағы ақпейіштер бәрі кетті ғой, ештеңе қалған жоқ. Алла енді олардың иманын жолдас қылсын. Мына өздерің құсаған 66 жаста 66 жылғы балдардың құрметтері Алладан қайтсын, бөлінген тілегі жасаған мақсат мұраттарыңа жетіңдер жаным. Осыдан арбалап келіп жатсыңдар, қадамдарыңа нұр жаусын. Осы жердегі отырған үлкен кіші ағайынның бәріне тілектеспін. Аман болыңдар, сау болыңдар, береке бірліктеріңді берсін, Алла денсаулық берсін. Ойнап, күліп, өйстіп қауышып тұрайық. Аман болыңдар, сау болыңдар. Енді бұл кісілер хақында кез келгеніміз ашық айталамыз. Соның ішінде өзімнің мына жерде осы шаңырақ болды. Мен есіме түсіп жатыр. Мен өте нашар оқыдым апа. Бұзықтау болдым. Бірінші Қызылордаға кеттім, одан қайтып келдім. Үшінші 90-нан қош Балағайлдың баласы ғой. Аттестат алып келсін деп осы үйге жіберді. 0 сабақ оқымаймын. Бірақ оқысам оқимын. Сонда маған бейт ол кеңес өкімет ол. Мынау Сапқоз директордың қызы, Тарабайдың қызы, сен деді, Атбесов маған. Сақыпқа берді.
Oğa ma Yenzarga deyim mаған берген бірінші bunu. Оқыт деп берген. Сонда сосын мына Гүлнарға берді. Жеткеншектің қызы. Ол да үлкен бір не ғой, бастықтың қызы. Екеуің жауаптысыздар мына бала. Балағайдың баласы дұрыстап оқып тәрбие алып кететін болсын. Не деген бәле еді? Мен интернатта жатам. Содан күнде мені бүйтеді. Алдап әкеледі осы жерге. Сіздің қолға келеді. Сонда ай Қойшыбек келді қой. Ай тамақ ішіп дейді. Бір уақытта сіз етті асасыз. Бар ойым ет жеп кетем мен сабақ оқу емес. Мана анамның етін сағынам ғой. Сен біраздан кейін оқытып атып түсіндің ба түсіндім, бірақ та апам келеді. Бұл кісі қашан келеді деп отырам, ет тартқандай. Ай балдар тамақ болды, ет жеп астында Сақыпжан ау, тамақ ішіп астында. Тамақ ішкенім бір әдетім бар Гүлзат қазір тамақ ішіп ұйықтап қаламын. Сол мына жағында диван болды залда. Сол қаз деймін ұйықтап қаламын. Өзі ойлаймын үйге ұйықтап қалдым, қайт Сақыптың қаты бола бермедім. Шіркін ай, анам көзін сайтып атым аның көзін. Арымыз таза деп атым. Мен ұйықтасам диванға ұйықтап қалдым. Я ол бір рет айтты маған, сен ұйықтадым дедім, бірақ Алла разы болсын апа. Сонда сіз шешем дегенмін. Шешем ана Қызылдан кеп тамақ пісіріп бере алмайды ғой. Сосын ана Гүлнардың үйінде де, бірақ Гүлнардың ақыранысы мықты еді бәлелер. Қуып жүреді мен тамақ береді. Әпішті неге барып ұйықтаймын жаңа. Содан Алматыға тиіп кетті содан. Алла разы болсын. Содан кейін Сәуле ғой. Сәуле апамыз. Мен Қызылғымда да, Қарағымда да көріштірдік қашанда. Бұл кісілерде жаңағы Қойшау, мен Запперман, мен директормын қойдық. Бәрі дос болып Балағали, Зайыр, не сосын мына кісі жаңағы Сабырбек жағынан анамыз көп өтті жаңағы Қариба риза болсын. Біз сіздер сағынып жүреміз. Ойымдан ерекше. Әкеміз қайтты дегенде бір сізді ойымдадық. Сізге ауыр тиеді ғой деп. Бұл ұлдың өлі бөлек, қыздың орны бөлек, келінің өлі бөлек. Бірақ мынау зайыбы кеткен жаман болады. Бірақ жарасады. Ер адамның кетіп артында ананың даналығы осында. Данөгей анамыз деп апа өзіңізге сөзді арнай ұсынса. Солай ма? Мен бір қыз бір ападан айластырып отырмын деп. Мәке, міне қыздар жол бер. Ұлдарым, қыздарым, шәмшемнің достары. Өмір жастарым ұзақ болсын, денсаулықтарым мықты болсын, семьяда бақытты болыңдар. Мына 40 жылдықтарыңа тағы 40 жыл қол 80-ге келіңдер барлығыңдар. Айта бер. Шәмшем 23 жыл болды қазір қайтқанына. 23 жыл? Иә. Артында ұлы қызы қалып. Шүкір, орында бар. Ақтөбеде семья құрып қазір. Ұлы ма? Жоқ, ұлы Қызылда да. Қызы Ақтөбеде. Семья құрып, 2 баласы бар, жақсы. Екеуі де жұмыс істейді. Иә. Артында қалған балдары қазір жақсы ғой енді. Өзі болмаса да. Мына мұхит қалды артында. Мына қыздарыма, ұлдарыма өмір жастар ұзақ болсын деймін. Шәмшемнің бәрі де достары. Қыздарды көргенде, шәмшемді көргендей боламын. Рахмет апа. Айтқаныңыз келді. Ал Тазагүл апа, ең жүрегі таза. Атты жаңа айтты ғой. Мұсылманда атты дұрыстап қою керек екен деді. Уф деп қоюға болмайды екен. Ол уф деп қоймаңдар сен. Ескерту сендерге. Ең тап таза, ар таза ана деп өзіңізге. Иә. Енді Сіз отырып сөйлей бересіз ба? береке осы дастархан ғой енді. Дастархан берекелі болсын. Осы мен ақырға келгенде топырақтан басқа ештеңе жоқ еді. Бірінші қол көтерген біз едік. Қазір ақыр деген қала болды, қалай. Қайттай топырақ жауса есікті аша алмай отыратын едік. Жақсы ғой шүкір. Күн бұрқырап тұратын еді ол кезде. Иә. Топырақ деген ақыр ойбай. Жалағашқа қарай мәшіне жылыста соған мініп ауылға барам жатылапқа. Ауылым жатылап қойын. Осы білмеймін ақырға қалай келіп қалған. Завшылат болдықта сонымен ақырға келдік. Қамсалады қойын. Материал керек. Соны беру керек тарап. Сонымен енді қош ақыр деген кәй жақсы ғой. Енді балдарымыз, ұлдарымыз бақытты өмірлі болсын. Мына алыс алтын балдары, қайтқан балдарды елеп, Құран оқытып жатыр. Көп рахмет.
Олар да ылғи ғана тойда болсын. Ылғи ғана жақсылықта болсын. Оны мен айтамын деп, бәрі айтқан сөзіміздің бәрін айтып қойды ғой. Рахмет дейміз сыйлағандарына. Көп алғысымызды білдіреміз. Мамама ғана беріңдер. Біз де сұрап алармыз олда. Үлкенде тұрғанда енді кіші сөйлеуге не қылмайды деп апанырына жол беріп атып Алдар мына біздің ақыр ауыл деген киелі жер біздің. Киелі. Біздің ақыр топырағынан шыққан азаматтар деген қандай? Қай жерде Москвада жүр, Алматыда жүр, қайда шетелдерде жүр. Біздің мына ақырдың топырағы киелі топырақ. Өсіп өніп жатыр. Ақырдың атын шығарып жатыр. Соның ішінде 66-тан шығыватыр бәрі. 66-дың да, 82-де, 69-дың да бәрі шүкір тауба. Өйткені осы ақырдың топырағынан жаралған бәрі. Қасиет. Шүкір. Ұстаздарға рахмет. Ал мынау 66-дың балдары. Жаным айналайын осы ауызбіріктерің жағынан болсын, дендерің сау болсын. Өлі ырза болмай, тірі байымайды деген. Әруақтарды еске алып сендер осындай қалың елде қақ жарып, осындай туған жерге келіп, дұға жасап жатсыңдар жаным, айналайын. Бақытты болыңдар. Сендерге таудай талап берсін, бармақтай бақ берсін. Алла тағала өсіп өле беріңдер. Өздерінің ұрпақтарың дендері сау болсын, ауызы жығмықты болсын. Сендерінің іздеріңе еріп, солардың қызығын көріңдер жаным. Мынау біздің ақыр топырақ, киел топырақ. Айналайын. Осы ауызбіріктің ұзағынан болсын. Сендерге ақ жол тием. Аман болыңдар. Сендерге таудай талап, бармақтай бақ, денсаулық берсін. Ауызбірік берсін. Аман болыңдар. Аман сау, ел халықтарына аман сау оралыңдар. Мына біздің қойшы өтін келді. Мына әжелеріңе бір сәлем бермедіңіз. Мен сәлем бердім, сіздер өтіп кеттіңіздер. Көп жаса. Қосағыма қосаға. Ана жерін сәлем бермедім. Киелі ақырға келіп болып келіп атсын. Сонымен қосағадан кіргеннен сәлем бер. Баталасын үлкендерге. Жаным, рахмет жаным. Сәлем салдым. Қосағыма қосаға дені сау болсын. Барлық қыздар ғой біздің ақырдан шыққан. Сен сол біздің Қойшыбектің ертіп келген келінісің. Сені әкеңмен шешеңмен бір қазанда аштық. Біздің Рахима мен балаға яған деген қандай еді. Біз сіз тамақ ішмейтін. Көрші болдық оның бір жағында. Шүкір арты жаман емес, жақсы өсіп өліп жатыр. Қайырбекте ата болып немере көріп жатыр. Мен балдарым бәрі аман болыңдар, ауызбіріктер мықты болсын. Бәрі баяқып шабел қыздарым, бәрі әже болыпты. Әже болғандар ұзағынан болсын. Біздің жолымызды берсін жаным. Немерелерің ұзағынан көп болып өсе берсін. Аманшылықта болыңдар. Айтамын, барлық жақсылықтың бәрін сендерге тілеймін. Ақ жол, ауылдарыңа аман сау естіңдер жаным. Рахмет апа. Мұна әре бірін өшір байланысты деп. Енді сол куәсі болған менің мәжір ұстазым апайым отыр. Ұстазымыз отыр. Қашанда дұғадамыз, осы кісілер дені сау болсын, Алла шипасын берсін деп. Өткенде мен білмеймін, еркелеп ұстаздар метте күніне не жібердім жаңағы, сообщение. Осы жіберем, бірінші жасыратын жоқ, бірінші шәкізелден бастадым. Содан кейін өзім ұстазым бар еді ғой, апай тауып алдым. Сосын мен бұлай елестедім. Апай қазір маған тастамай жатыр, өткен бұл кісі шауып жүр, мектепті класста деп отырмын. Қол тиіп жүр, бір уақытта оқиды да, ой жаным Қойшыбегім мынаны көрмей қалыппын, жаңа ана директор шақырып, мынаның бірдеңесі өтіп деп тастайды десем, ар жағынан жай сөйлеген адам дауыс шыққанда көзімнен жас шығып кетті. Апайларда жас осылай келіп қалыпты-ау дедім. Содан кейін жай айтып жатыр, мен денсаулығым осылай болып қалды ғой, сол ойы айып өткеніңіз апа мен білмеппін деп. Сонда ұстаз деген мәңгілік ұстаз болып жүректе қала беретін деген ғой ана жерде. Бұл өмір деген өзінің жасайды. Бірақ жаңа Сәуле апам айтты ғой, менің клиент қыздарым,
Kıpşabel, arı sulu dep. Arı da kaldı. Sululuğu da kaldı. Bırak Kıpşabel yok. Yok Kıpşabel. Aman olsun be. Aman bozdu. Oy kurban Kıpşabel'den bir kaç çıktı mı? Ay bravo. Ya bu da sıkıntı mı? Ata ayrancısı da. Ne işim ayran? Katıktı da şimdi. Av gözümü, arı gözümü kıvır. Samputan ben hoş olarak Hoş ver. Ağam benim. Hoş ver. Apaydan bugün tındasak da birden öğrengimiz geledi. Bugüsü yuktasa da жатsa da bizge birden öğretisi geledi. Can, ol kim? Ol bizden apay. Adamın apay. Klas ettiğimiz ustazımız. Oy yergen boy bu bugün. Yeraga dengder. İyi çıktılar ağaydı. Bu ağa bizge ağa. Bizge bugün ustaz болып тұрдық. Сосын ерағаңды біз аға деп бірінші онда сөзді ағадан білейік, сосын апай сөйлесін. Ераға. Біз енді бұл күйеу деп қарамаймыз, өзі жеке. Біз енді интернатта өскендердің ішіндегі бұл дедовщина болады бұл кісілер. Біздің ұстаздар. Біздің көрген бастан өткен тағдырлар бөлек. Бұл кісі ғана түсінеді. Сосын Алматыда Жаңабай. Кім еді ана? Жаңабай ма? Данабай. Жоқ. Кімнің баласы? Жаңа берген. Апысқа толы ғой жаңа берген. Жаңа берген. Ойдан қырдан Al тынышталақ, балдар. 10 класстың балдары, қыздары. Айқарсыға шулар. Қазақстанның территориясынан шетелдерде мақсаттарын белгілі тойларын жасайды жатыр екен. Барлық құтты өткенге салауат қан соғаттарын ниет еткен кісілерге тие берсін. Енді біз де үлкейіп қалдық, сендерден едәуір көмек тапсыздар. Сендердің бала кездеріндегі барлық қылықтарың, барлық ойын сауықтарың бәрі біздің көз алдымызда ғой. Оның ішінде әр нағын 30 жылдық жасадыңдар ма? Сонда да нағын айта беремін да. Сол уақыттағы Жаңабайдың құрдастары басқа үйді білмеймін. Біздің үйге Жаңабайға барып, бізде үйді жаңа салып атқанбыз. Қолының біреуінде пол болса, біреуінде пол жоқ. Сол уақыттарда менің есімде кәтті қалғанда 64-тің балдарымен қойды арқасының үстінде келеді оларда. Кімдер? Бегіз адамына кім? 65-тер. Ой, төбелес. Сонда да енді өсі кездерің шығасындар ма деп айтасындар ма? Өздері де келмейді енді. Өткеніміз жиналып тұрмыз ғой. Бізден кейін шындайларға қиын, но бізге не чоғып кетеді. Қазір енді міне Құран оқытып міндеттеріне құтылып атсыңдар ма? Орыстар кластастарына бәрі қабыл болсын. Бізде келгенде аманбыз, тілеулеріңізді тілейміз. Дендерің сау, семьяларыңда бақытты, отбасыларыңда аман, бала-шағаларың өсіп жетіліп, сендер де ата, сендер де әлде болып жатсыңдар, барлығы да құтты болсын. Аллам осы жақсылықтарынан жазбасын деп тілеймін. Рахмет. Ай, бәрекелді. Ал апай, өзіңіз.
Komşularım. Ramazan Bey. Mına жыласа істемей қалады екен мына микрофон. Міне қалай жылайды істемейді, күледі істейді. Өзі қуаныш екі кезде келеді ғой, бірде қайғыда, бірде қуаныш. Бүгін қуаныштың жасы болсын. Қуаныштың. Жүрек жылайды. Қуанып аттым бәрі. Келгендеріне қуанып аттым. Көп нәрсе айтқым келді. Сендерді бәрі жақсы айтқым келеді. Көп сөздер бар, ішімде бірақ жеткізе алмайды. Жеткізе алмай жүрмін. Қарттар деп отыр, бәріңізге де балдарыңыздың алдында шауып жүре беріңіздер. Марқұм болған менің оқушыларымның құрдастары қабыл болсын. Иә. Талаптарым көп нәрсе айтатын едім. Тарихшы болдым ғой. Бірақ жеткізе алмай қалам. Науқастың арқасы деп ойлаймын сол. Тек дендеріңіз сау осындай ауылға, тойға келіңдер. Бақытты болыңдар. Көп нәрсе айтқым келеді. Осы жер менің 40 жыл бұрынғы келін болып түскен жерім. Осылар кішкентай жап-жас келін болып келдім. Жап-жас. Сол жап-жас кезімде біз мұғалімдерді, жас мұғалімді үлкен кісілер жаңағы есейіп қалған балдарға бізге қарата жібереді ғой. 9-10 класс жетекші болған кезде ше. Солармен бірдеймін. Шамам да бірдей. 10 шақты жас шығардың арасында. Соларменен бірге сендерменен ойнап күлдім сол кезде. Сырлас болдым сендермен. Сырларымды айттым сендермен. Рас. Әрқайсымыз сырымызды бірді, бірін-біріне айтқан жоқ бірақ. Айтқан жоқ. Болмаса бірімізді бір қырымдап кетеді сол кезде. Ана ғашық біледі, бірақ айтпайды. Бәрін білем. Осы әр қайсысын бір 45 минуттай сендерге айтатындай мен бар. Қайсының жеке өмірлеріңді көзімнің алдында. Автобиография. Бәрі көзімнің алдында, бірақ айта алмай тұрмын. Жеткізе алмай жатырмын. Кешіресіңдер апайларыңның осындай бір әйтеуір 1,5 жылдай болды. Не қалма. Өмірде қайтадан өмірге келгендей болды. Сол операциядан кейін сондай жағдайда болып қалдым. Шүкірмін, апа, жақсымын, қуаныш, балдар қуанып жатыр. Мен де қуанып отырмын. Қай күннен бері сол қуанып жатырмын. Балдар тек нелерің, кездесулерің 40 жыл, 50 жыл, 60 жыл дами берсін, бола берсін әрі қарата. Тек күліп жүріңдер, болды. Жақсы күйде тұрсыз. Ашылдыңыз бүгін. Енді 2-3 күн жүреміз ғой. Бұлбұлша сайрайтын болады Құдай қаласа. Ол не ғой, шипа ғой. Әрқайсының көңілі ғой балдар. Рахмет. Аман жүріңіз.
Tez bala vereyim ben de. Anladım da kızıkçı zerbaylardan ayıp geçim yılları da Çakır zaman mektepte bitirebildi olma bizde ders muhalefet bizde konak kaçak o vakta Karaköy koy yettin o vakta Karaköy koyunun yetin dem bölüp gitmeydi. Kazırki mınau Kazak koyunun demi olup koydan demine gitmeydi. Endigi жерде башлап bir aytып отурган жерде абройлуу болуңдар, семьяда тату-татта, немере шөберелер киіп, отбасында аман болуңдар. Болып атқан тойларыңыз құтты болсын. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Осы тойдан тойға жете беріңіздер. Аққыр сапсырында осы сол кезде қой көп еді. Сол 2500 тоқтыны тәкең шақырып алып, тәкең екеумізді. Енді осы комсомолды басқарып, осы қойды бағып беріңдер бізге. Қойшы жоқ деп. Сол мынау қыздар бар. Үш ұл бар, Бақытбек, Сабырбек, Дарханбек деген үш жігіт. Ол үшеуі де тәуір жігіттер болды. Ана қыздар енді қанша айтқанмен атқа мініп көрмеген, жәшік қоятын тұғымыз. Сол жәшіктің үстінен тағы бір жәшік қойып сол атқа мінетін тұғым. Көтеріп мінгізіп сол айтып, сөйтіп үйреттік мына қыздарды. Зато үйренгеннен кейін жәшік қоймайтын болды бұлар. Үйренгеннен кейін бұл ат шақырмайтын болды бізге. Тәкеңе күнде келіп, тәкең ат бер деймін, ат не қылып ала балдар қойға шабады. Сонымен сол шаршатып жатыр. Атты шаршатып, қиын болды. Бірақ балдар еңбекпен сол кезде баулып, мінекей қандай тәртіп, тоқ қосшынға дейін бар. Жаңа өзің айтпақшы, бір вагонның ішінде қандай тамаша тату-тәтті. Сол кезде кешкілік аққырдан балдар барады, Әшірбек дейміз. Бешір аға кішкентай бір билейді дейді. Айтам, міне билесеңдер, билеңдер, ойнаңдар. Азанда сағат 6:00 тұрасыңдар дейді. Азанда таң атпай тұрады. Балдар. Тоғы бізге ойын болса бодаға дейді. Енді қаншыққанмен міне. Ал енді сол мынау тойларыңыз құтты болсын, бәрің бала-шағаларың аман болсын мінекей. Жаңа танымай қалбадым көбісін мінекей. Сонда мынау тәкеңнің баласы болды, мынау апамыздың баласы болды, неге мына шәмшілер болды, айтгүлдер болды. Шамтырақ айтып, кетіп қалды енді ол кісілер. Иманды болсын. Сол кісілер енді міне бастық болғанмен қыздарымыз жұмысқа бармайды деген жоқ. Бәрін міне қойға жіберді. Сол қойда болып бір күн тәкең шақырып алып маған қой қалай, қой жақсы. Балдар үйренді ме? Үйренді деп жатырмын ғой. Міне балдарға былай деді мына балдарға. Ертең осы Нұртай қол қоймаса, мектепке институтқа бармайсыңдар деп қорқытып қойды. Міне содан бастап қойды бағап жақсы. Бірінші ректор сіз екенсіз ғой. Тәкеңдерді көрдің ба, сонда анау балдарды соған бейімдеді ғой. Ынталандыру ғой. Ынталандыру міне. Міне осы құтты болсын, мына балдар иманды болсын, мына өтіп кеткен шәмші, айтгүл, жеті бала деп жатыр ғой енді. Осы мына қалғандарың аман болыңдар, жастарың жүзге келсін. Мен мына жүзге келген шалдың баласымын, сондықтан жүзге кел десем келесіңдер бәрің. Бәр тойларыңыз құтты болсын. Аман болыңдар. Қол қойсаңыз болды. Қол қоямыз. Қол қойсаңыз açsın. Бәрлі құтты болсын. Амин, амин. Әне сол. Енді Гүлбақырам. Айнала, сендерді көргесін мен өзімнің бір ауыз лебізімді айтайын деп бермесе де сұрап алайын деп отырыңдар. Жасыратын жоқ. Береді ғой. Еңбекке баулған ағаларың, мына сақып, ана уже қойды таратып, не қылайын деп жатқанда сұрайын қыздарымнан. Енді қыздарым ау, біз енді мінекей таратайын деп жатырмыз. Енді ағаң жақсы ма, мен жақсымын ба деймін ғой. Бірінші ағам. Рахмет. Қыздарым жақсы болды, әлі сендердің тілектеріңді тілеймін. Дендерің сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Сендерде ойлаған мұрат мақсаттарыңа жетіңдер. Кәсіптеріңе береке берсін. Ұлдарым, қыздарым, қайда жүрсеңдер де аман болыңдар. Шакизада деген қызым бар, бірінші кеткен. Аман жүріңдер. Күйеуге кеткен ғой. Тілектеріңді тілеймін. Кеше естігенде қуанып жатырмын. Бәрінде ойлаған мұрат мақсаттарына жетіңдер. Мен өзімнің енді сол өзімнің тілегімді бейтіп, кішкентай бір 4 ауыз бейтіп немді айтып жіберейін, Қарыштап қадамдарың алға бассын. Таймасын тайғанақтап табандарың. Боз торғай қой үстінде жұмыртқалап, жүріңдер сыйластықпен амандарың. Адамнан
адам артық туған емес, туған мен қу дүниені қуған емес. Әркімнің мінез құлқы бөлек-бөлек. Сөзімді өздеріне бердім келесі. Жақсы ғой осы кезде замандарың, сөзімді өздеріңе бағамдадым. Халқыңа қызмет кел шамаң келсе, қалмасын ел соңында шабандадым. Өмірдің ұзағы бар, келтесі бар. Отардың көш бастайтын серкесі бар. Халықтың күндізіні қаны жейтін, еліңнің өздерінде еркесі бар. Інелер біліп жүрсін аған артын. Ешкімге ештеңе деп айта алмаймын. Береді өз жауабын сыншықақын. Жастарға үлгі үгіт ақтарамын. Жастарға үлгі үгіт ақтарамын. Өлеңді дұрыс болар, өсиетті дұрыс болар айтқандарым. Бойымда жыраулықтың қаны жатыр. Қарызы ел алдымда ақтағаным. Осы нені осы қалай сендер өстіп өздеріңе не қылыңдар деп сендерге тілегім бұл айтып жатқан. Ерназар бастап, Сақып қоштап, ана жақтан Гүлнар Алматтан. Енді біріңізді айтып, біріңізді қалдырып кесіп атып айып етпейсіздер. Сосын осындағы алтын гүлдер дастарханға жауапты. Бүгінгі бағдарламада бірінші өлері жабылған тіріпаймайды деп, алдыге әруақтарға ортамыздан кешкен. Сол кісінің аналары бар, әкелері бар, бауырлары бар, көз көргендер. Құран бақыштады жаңа имам шақырып. Мынау арнайы өзіміз ауылда киелі мешітіміз. Мынау Қызылорда Жалашауын Аққырсап көздеген киелі мекенді, құтты мекен, қасиетті мекен. Бір жеркіндігі деді мына жерде неміз жақын төре табы. Сонда бір баққанған қыдыр тарған әулет қой. Ел бір әулеттің баласындай жаңа Құран бақыштады. Енді ұстаздарымызға сөз кезегін беріп жатырық. Енді қош келдіңіздер. Bir bilgen biz, екі bilgen tanыс, адам сөйлескенше, ат кісінеске дейді. Мына орталарымызда атынан ат үркетіндей өнері алталаштың алты құрлыққа жетіп жатқан бұл кісілер, композитор абайларымыз, бауырларымыз келіп отыр. Құралай Сәтмағамбетова ханым бір қол соқ қоя. Белгілі композитор. Аппақ гүлдер әні ауылға сағыныш әні бар ғой? Ауылға барам. Алтынай әндері. Біз анау қыз бен жігіт көп студент Алматы 86-та бардық. Сонда сіздің әндеріңізбен қыздарға қырындадық. Қыздар бізге қырындады. Сөйтіп бір тұлпарға ие болдық. Сұңқарға ие болды олар. Сол Алтынай сіз болатыныз. Сыртыңыздан жақсы білеміз. Сіз заты бізді біле бермейсіздер. Содан кейін өзіміздің Абылай хан Оспанов деген бауырымыз. Көбіміз танымыз. Көбісі белгілі әнші. Қатты қонақ емес, мен осы ауылдың баласы. Жаны ашырымын, баласымын, қасай кеп тұрам, осы ауылға кеп тұрам. Ғабиті бұрдан тайымын. Ерназарды, Әбтайдың үйінде болған. Қойшыбек деген достарымыз болған. Гүлзат деген достарымыз болған. Ақымда бұлбұлдар тілі бәрі ауылдан шығады. Сосын ауыл десе өзім жүрегім елжеп тұрады әдеті. Аққырға тем болы. Бір емес бірінші клиптеріміз өшіріп түсіргенбіз, Аққырға түсіргенбіз. Неге? Өйткені ауыл сондай керемет. Аққырда Шаңырабас текеметті қаққанымыз. Қызық болсын, естественно болсын. Алла разы болсын. Енді сіздер асықпай жақында болсаңдар, қызмет қылып шамалы. Сен же, мен же сіздер сақынданың адамы көре ма? Бұлай отырып қарап отқан жақсы көреді. Берге жақын. Енді әрі қарап өзі болмаса көзі келсін деп. Бұл енді қазақшылықтың Құралай ханым. Қазақшылықтың қазығы мәңгілікке қағылып қалған жер. Дәстүр үрдіспенен сол гүлдеп, көктеп өсіп өніп жатқан елді біз онымен мақтанамыз. Мына ауылда сол қатты сақталған соншалық. Енді мен өзім Алматыдан келдім. Ол жақта да ас не беріліп жатады ғой, Құранмен бағышталып. Бұл жерде енді сол өзі кеткенмен оның бауырлары бар. Яғни анасы бар. Міне мысалы Шәмші деген, Мұса қызы Шәмші деген құрдасым дүниеден өтті, анасы келіп отыр мінекей. Одан кейін Бектай қызы Гүлжахан өмірден өтті. Мен өзім әрбір аптада жұмада Құран бақып сонда жатқа білем. Соның інісі мінекей. Шымағұл деген келіп отыр айналайын. Одан кейін жаңағы Сабырбек, Қайшығұлы Сабырбек деген бауырымыз әскерде дүниеден өтті. Бірге кетіп едік мына Дархан бәрі, Жөнзар бәрі. Айтпай. Одан кейін
Aldın şartlar kıza Aytgül degen klassasımız oldu. Sonra elisi kayda bağırır. Birek aytpay bağırımız. Kaladan gelip sen görünüyor bağırır. Siverji bala da jaksı. Turup birden Zgordadan gelip var. Biz hem Almat'tan gelgende odan takma. Endi odan keyin Kaskırbek deйтін Оразбекова келіпті. Мен бақыштаймын да Үрістен бөгіп Kaskırbek'тің оған Қызылгүл деген апасы келіп отыр. Соның тәтесі, соның жиені Олайда. Bir жиен ертіп келді. Одан кейін тағымдыр бір Жаңабай. Жаңағы Базарбай, оны Жаңабай, оған Ергенбай ағасы келіп отыр мына жерде. Жаңабайдың бауырлары ғой бәрі үшін. Осыны енді осылай осылай кете береді. Соның гүлнарлар болды. Міне сондай үрдіс сақтап қалған еліміз, соларды кішкене ортаға шығарып көңіл бөліп жатқанымыз ғой. Өлі риза болмай, тірі баймайды деп. Енді осы жерден біздің класстас болғасын алыстан келдің бе, ол ауылда жүрсің бе? Ауылда алыстан келген кім бар? Жаңа айтпай бар ғой, е? Олға келіп тұрады маған. Кім? Қасқырбек. Иә, мақұл. Абсалдың балдары оқытып жатқан құрандарың қабыл болсын, мұраттарың асыл болсын. Қайырлы шүгірлі болыңдар, әр уақытты сыйлап жатсыңдар. Көп рахмет. Мен болса абсалдылар ем болған. Аман болайық, ауызды шөп болсын, аман болайық. Сіз бізіміз арылмасын, абсалдың балдарына көп рахмет. 30 жылдықтарына да шақырып ет. Енді 40 жылдықтарына да шақырып атыр. Енді шақырды ғой деп көргенде жаңа баламды алып келдім, баламды. Қызылорда қаласына көшіп кеткенбіз, жақында жаңа қалам. Аманшылық болсын. Айтпай Аға апаларым, 66 жылғы бүгінгі ең бірінші аруақтарды еске алып Құран оқып бізді еліп шақырып жатқаныңыздарға Алла разы болсын. Құдайдың жолымен Құран бағыштап дұға оқып жатқансыңдар, бәрі де қабыл болсын. Сіздер мектеп тұрып жатқанда мен әкем осы жерде жұмыс істеген, оқу ісін меңгеруші болып, Шахмұхтар деген кісі бәріңіз де білесіздер ғой. Бір айдан кейін 40 жыл болады екен өмірде өткеніне. Енді Айткүл тәтеміз 10 жылда 2013 жылы июнь айында дүниеден озды. Қалған марқұм болған құрдастарыңыздың бәріне Құран оқып отыр екенсіздер, енді тағдырдың жазуы ғой. Өмірде өздерің ем күткен күні Алла алды. Оқып отқан Құрандарыңыз қабыл болсын. Бүгіннен кейін басталатын 40 жылдық кездесулеріңіз әрі қарай сәтті болсын. Мектеп тұрып жатқанда ойладыңыздар ма мысалға? Мына мектеп бұзылып кетіп, басқа мектепке көшіп кетіп, соның іргесіне келіп тұрып, тарихи сәт қой мынау. Іргесіне келіп тұрып, осы жерге Құран бағыштап, сол мектептің аясында отырамыз деген. Құдай сәтін салып тұрып, бүгін үлкен дидарласу болып жатыр. Аман есен болыңыздар, бәріңізде немере көрген шығарсыздар, шөбере көрген жеткізсін. Алланың қалауымен ұзақ жасаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Барлық бүгінгі оқып жатқан Құрандарыңыз бәрі сауаптан болсын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Амин. Басында әлі сатсар. Ей, жетпегірлер, ашыған бит, тұшыған битті жеп алып, қағыздарын әр бұрышқа тастайтындар да жүресіздер. Клиникада осы жерде. Фундамент жатыр мектептің. Сондай бір текті әулетті ұрпақ енді айнымай туыпсың, атаның аузына айналайын. Өзіңде дегеніңе жет. Атасына тартқан бала жаман болмайды дейді. Сосын жаңа, мынау енді Гүлжа ханымыздың інісі келіп отыр. Гүлжа ханымыз, өзің айналайын. Біріншіден келіп отқан қадамдарыңыз құтты болсын дейміз. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық. Мектеп бітіргендеріңізге 40 жыл болса да бір-біріңізден ажырамай әлі бастарыңызды қосып, осындай ұйымдасып жатсыздар. Алла сіздердің бірліктеріңізді, берекелеріңізді әрбір ажыратпасын. Араларыңыздан кеткен құрдастарымыз, сіздердің біріміздің ағамыз, біріміздің апаларымыз, Алланың қалауымен оқып жатқан Құрандарыңыз Алла қабыл етсін. Амин. Марқұмдардың жатқан жері жайлы болсын, топырақтары қорғалып, имандары Алла жолдассын. Артында қалған отбасыларына берекелік берсін.
Бүгін келіп отырған аналарым қадамдары құтты болсын. Аман болыңдар деп, Алла сіздерге қуат берсін. Рахман айтып отыр ғой, баяғыларым бәрі кемпір болып кетті. Алла тағала сіздерге сондай жастар берсін. Немелер жөбелі болады ғой, әлде де осы әжелерімізге жасын беріп, сондай жасқа жете беріңіздер. Сіздердің арттарына еріп кеткен біздер де сіздердің жолыңызға жолын берсін. Аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Мынау жасап жатқан шараларыңызда жалғасын тауып, аманшылықта жүре беріңіздер. Тағы да бір қырғылық жасап тұрсаңыздар, Алла тағала жегендеріңізге болған бұйыртсын. Оның қызығын көрейік. Айтқаныңыз. Мынау енді біз үшін орны бөлек. Одан кейін сол кісінің анасына бәріміз бала болдық. Әрі келгенде үйіне сол кеше дүниеде өткеннен кейін тағы да екінші рет жетім жүріп қалдық. Екі қос анамыздан айырылғандай. Сол орнын басып барды. Кеше жаңа мына кісілер өзінше қой бақтық деп жатыр. Абылай, әбеге құреке. Қой бақтық деп жатыр енді. Бұлар талпамен бақты енді, группа бой бақты. Қызы да қасында, жігіті де қасында. Бұларда арман жоқ. Мен бұның ішіндегі ең бір маңдайым соры бар. Жалғыз өзім бақтым, бір атар ғой. Мың қой бақтым, жалғыз өзім. Тәкеңнің әруағы риза шығар. Сонда бұлай болды. Ол батырлық содан басталды. Ол бағайын деп баққан жоқпын. Осында сол кезде 66 бітіріп атқанда, Елтай ағам қайда жүр осында? Елтай ағам. Елтай ағамдар ол кезде 2 жыл жігіт болып кеткен. Алматыдан келген кезі ба? Сол кезде осы жерде бір не болды? Бізді ұстап алды көшеде. Мына Бақытжан, бәріміз ұстап алды, сен есінде. Сосын енді ол кезде жігіттік шақ қой. Олар тепкен болады, біз құлаған боламыз, олар ұрған болады, біз жылаған боламыз. Сөйтіп бір-екі жер көгерген болады. Чита-крита кеттік. Ертеңіне барғанда қойға өлді ғой бәрі. Мен комсомолдармен кеткім келеді. Балағалиға көрінбе үшін әпті қарашкиді киіп алғам, я дей бергенмін ғой. Ай, сен мына бала өзімнің қолында өсіп бақ. Я. Бір атар қойды отдельно беріп сынабай ау. Бала өзін тәрбие, я дей бергем. Ішім күйіп тұр. Ананы көрсетейін дедім. Одан әрі ұрама деп, бір атар қойды сөйтіп бақтым да кеттім үйде. Ол бір аптадан кейін кеттім мен. Одан кейін 12 ай ана малдың артында жүрдім. Сөйтіп бірақ мыналарға барам, махаббатпен баратын болдық. Мына кім қайда? Кәрім балдарынан басталып өр әңгімемдер. Елтайға да Ерінзарға. Сол Ерінзарға келеміз. Ерінзар лыпсыда тұрады. Енді Елтай енді ұрыспайшылар айта берейік. Кәрекеңнің спирті болады мынандай. Абылай сен де көрген шығар олар. Медицинский дейді. Содан бөті депесейт ешкім ала алмайды. Біздің енді Алла бергендегі Құдай кешірсін. Анам бұлық деп жаңаға. Бөтеркі қой бақылашы жоқ. Бұлық деп толады анау. Түн ортасында. Дыбыстан білеміз толды деп. Аппа деп шығар. 2 бөтеркі, 3 бөтеркін аламыз. Мұнияқта бақылашы жоқ. Мөтараға су құйып аламыз. Бір аттан білеміз жайда. Кеттік серілер. Мына жерде Зарқым дегенде біреу отырды, анаяқта біреу отырды вагонда. Қыздарға жақындаған кезде аттан түсеміз. О, серлік оңбаған, мәжігіндер. Анадан күлкілдетіп ұрамыз. Сонда мына сотканы зарядтайтын деген сол кезде біз өзіміз зарядтайтынбыз. Сосын жақындаған деген не бар? Іскірт деген бар. Іскірттің қасы бар, тағы ұрамыз. Соны ана тәлтіректеп, не? Тәлтіректемей барсаң да болады анаған. Сөйтіп жаңа қыздармен дискотека жасаймыз 2 фермаға. Сөйтіп өскен біз енді. Енді сондай кезде Сабырбектің орны бөлек деп атты. Сол бірге комсомолда да жүрген. Сол кім бар? Мына бірінші әскерге кеткенде, мына Ерінзар қайда? Әскерге кеткен битті. Ана 9 майға кетіп барадыр. Ешкім кеткісі келмейді. Бірақ та кім деді 9 майда әскерге кеткісі келеді. Шақ вперед деді ғой. Ешкім жылжымайды. 4 адам шықтық сарт деп. Қарасам мен Дархан, Сабырбек, марқұм Ерінзар. Ауылға сыймай жүрсіңдер ғой. Жоқ. Қойдан қашып баратырмыз, қойдан. Закалебал. Армияға қаштық қойда 2 жылға. Қазір міне 4-еуміз. Содан енді марқұм Сабырбекіміз кетті. Батыр деп қол ұруларына болады осылар. Осы жігіттерге маған емес. Добровольцы. Отанымызды қорғап келді. Яшкароллада болды, Польшада болды, Германияда болды. Ноябрьде кетіп баратқан кезімізде енді Сақтың папасы директор военкоматқа 80 машинамен көңіл беріп алып қалды бізді. Сосын майда алып қалдым, 6 айға алып қалдық. Сосын майда кетіп қалдық. Енді мен оны білмеймін ғой, сендер мафия екендеріңді. Бір күні Балағали, мына партияның адамы ғой. Неден заңнан қатты қорқады. Bir күні бәкең жылап жіберді. Көктемде. Не болды папа демем, айтпасам болмайды деді. Зәрем ұшып кетті, бірден болған. Сен бала армияға кетуің керек. Жоқ енді десем, сөйтсем 4 рет келген екен.
Жаңағыдай совхоз директорын енді жіберіп сатып алған ғой. Енді жібермесе болмайды. Маған шала айтпаса болмайды. Сол кеттік. Сөйтіп барып кел. Сол Сабырбегіміздің айналайын туған бауыры. Біз үшін Сабырбек. Енді жасыратын жоқ. Арамшыл қазақпыз ғой. Жерден бір асық тауып алсақ, қой бағып жүргенде айналдып алыстан сүріп кетеміз. Асығым алыстан түстім деп ниетіміз. Жақында бір мына жерде кішкене там салып қойған бір мал ұстайын деп. 19-жылар ана бәле нәубет келді да ұстамай кеттім. Сол ниет қылғандан осы жігіттен келіп екі бас ақбас сиыр алдым. Сондағы ойым ырым ғой. Қаз жұрт сұрайды, кімнен алдың сиырды? Сабырбектен алдым дейді. Сабырбегін естейді. Сабырбектің аруағы риза болсын деп алдым бастым алдым. Міне Жәкебайым айналайын. Сөзге де көзің алдым. Қой жоғалғанда ізді кескішін айтсаңдаршы. Сен қай жерлеріңді кесіп жүргенмен қайдан білесің? Қой жоғалған. Іздеріңді ма? Қой жоғалған. Қой баққан кезде жоғалтып алған. Соның ішінде әдела қой жоғалтып алады. Сонда жаңағы бүйтіп бұларды қойда дұрыс бағмайды дейді. Сол жоғалғаннан кейін кетеді. Мұтайға жақсы біледі ғой. Кімнің қойшым кімнің екені. Bir қой жоғалса тауып келетін еді. Сабырбек па? Ана Біреу жоғалса жақыннан ізін тауып шығарып тауып келеді ғой. Онда неге армияға жіберіңдер ондай баланы? Үйде дарға екеуі кетіп қалды. Қалып қойды қайда. Екеуміз қойды зорғаны кездеге. Мұтайға біледі. Ал енді қыздардың қашқан оны кино қылып айтамыз соңында. Ол басқа әңгіме болды. Екеуміз шықпаған жанымыз Иә. Олар қателер. Құрметті ата-аналар. Бүгін енді жақсы. Отырып жатыр ғой жиын болып жаңағы. Өткенде кеткенде еске алып, әр уақытта Құран оқытушылар бәрі қабыл болсын. Еске алған шалсын. Енді мына жаңағы ойланып отырсам, Сабырбек қайтқанында уже 39 жыл болған екен. 40 жыл болған жоқ қой, 85-те қайтыс болды ғой. Өтіп кеткен өмір деймді. Сіздерге рахмет, үнемі еске алып отырасыздар. Жаңа айтып жатыр ғой қойшыбек. Барлықтарыңызға да рахмет. Қандай бір отбасыларыңызға қуаныш той болса, үнемі мені қалдырмай шақырып отырады. Оған да рахмет. Мектепте де іс-шара өтеді. Оған да бәріңіз қатысып жүрсіздер. Қазір тағы да барып еске аласыздар. Рахмет, оқытқан дұғаларыңыздар қабыл болсын. Отбасыларыңызға аманшылық болсын. Дендеріңіз сау болсын. Бала-шағаларыңыздың қызығын, рақатын көріңіздер, немере шөбере сүйіңіздер. Мына күн ұзаққа айтқан үлкен кісілердің тілектерінің бәрі қабыл болсын. Рахмет. Мына дұға қабыл болсын. Шайсаңдар алыстан жақыннан жиналдық, лебіздерімізді білдірдік. Бағдарлама бойынша қазір мына аттың құты айғырды аттың байды атасыз, көсегесі көгеріп, көбеймейді батасыз дейді. Бағана Құран бақыштадық қой әруақтар. Енді бір дастарханға бата берейік. Сөйтейік та осы күйімізде 4 көзіміз түгел қонақтарымыз бар. Мешіттің ішіне кіріп, арнайы балдарымызға Құран бақыштап жүрді. Тағы да Қасым Құран деген сияқты. Енді осындағы ер азаматтың маңдай алса өзіңіз тағы да. Батөгей де, Ақсақал да. Кешегі ағаларымызды еске аламыз. Түнде жатқанда бәрі ойыма түседі. Рас қой. Қатарымыздың өзі қалған жоқ. Сиреп, иә. Сол кезде ойланып, кейде көзіміз шығып кетеді. Пар-пармен кетті ғой. 38, 39, 40 бір неге сыймаймыз. Сонан қалған үшеу өтіп, үшеуміздің де біреу кетіп қалды, әртен. Сонда Самал деген гарам көрсін тұр. Соған жарып берем, оны бұлай естірді қатты айқайлайын, ол естірді. Енді сондай-ақ енді Алланың берген адам өлшеуіміз өмірімен жүреді. Сол қосын. Аллаға ризамын мен өз басым. Ал енді бәте десең, Амин десең бізге, бәте берейік сізге. Жағаннан болсын, алтын, қымыстан болсын таған. Жортқанда жолдарың болсын, қыдыр ата жолдастарың болсын. Қайыр бірен 40 шілтен шылауларың да болсын. Алла тағала қауіптен, қатерден, бәле-жүледен аман болыңдар. Алла ауыз бірліктеріңді берсін. Бірліктен айырмасын. Әрқашан осы бастарын қосылып тойдымда жүре беріңдер. Неге табақ алмадыңдар? Бірінші. Келіндердің өзі. Артына қарасам бәрі
Kızlardan alabilirsiniz. Buna bir dinle var. Bu altı kızlar da olsa da Ne buluşuyorsun bak? Құдай жатқан садақаларымызды, дұғаларымызды, арман мақсаттарымызды, алға қойған дұға тілектерімізді Аллах Тағала қабыл етсін. Бұл өмірден өтіп кеткен ата бабаларымызды Аллах Тағала өз мейіріміне, рахымына, қамқорлығына алсын дейміз. Яғни біздерге қаншама осы ауылды құрған, осы ауылды ауыл қалпына келтірген әжеміз айтып жатыр, таза бір әжем, жер, бұл жер қандай тақыр жер болады дейді. Сол осы ауыл қалпына келтірген ата бабаларымыздың еткен еңбектері, осы маңдай терімен сарп етіп дүниесін, осы ауылды ауыл қалпына келтірген аталарымыздың жатқан жер жайлы болсын. Ол кісілердің де бекерден бекер туып сонда қысылдың қиясына келіп ауыл қалпына келтіреміз деп ойлаған жоқ ол кісілерді. Енді міне соның жемісін біздер жеп жүріп, соның жемісін біздер көріп жүріп, соның жемісін біздер татып жүріп кәдімгідей. Енді ол кісілердің де еткен еңбектері, терлері, төккен терлері текке кетпесін. Осы сіздер соны сақтап қалдыңыздар, міне соны үлгісі ретінде бүгін көрсетіп, сіздер сол ата бабаларды еске алдырасыздар. Дұғаларыңыз, құрандарыңыз оқытылып жатқан барлығы қабыл болсын. Осы 40 жылдыққа келе алмай қалған бауырларымыз болатын Аллах Тағала оларға да күш қуат берсін. Қайда жүрсін, аман жүрсін. Құранда кішкентай ғана қиқаямен аяқтап хатын сабағын бастайды. Құранда Кахф деген сүре бар. Кахф сүресінде Аллах Тағала айтады: Қызыр алейхиссалам, Қидыр, негізі Қидыр дейді, жүрген жер жасыл болады дейді. Қай жермен жүреді, сол жер жап-жасыл болады дейді. Сол Қидыр алейхиссалам мен Муса алейхиссаламның екеуінің қиссасы бар. Соны кішкене тоқталамыз, соны хатын сабағын бастаймыз. Муса алейхиссалам ол да тегін кісі емес, тегін пайғамбар емес. Ол да Аллах Тағаламен тікелей сөйлескен пайғамбар. Муса калимулла дейді. Қалғандарын айтылмайды. Тек Муса пайғамбар ғана айтылады. Аллах Тағаламен тікелей сөйлескен пайғамбар. Енді сонымен екеуінің арасында бір кішкене ғана уақиға. Қидыр алейхиссалам мен Муса алейхиссалам екеуі дос болады. Сонда Муса алейхиссалам шыдамайды, сұрай береді дейді. Қидыр алейхиссалам қай жаққа барып жатыр, қай жақтан келе жатыр. Сонда Қидыр алейхиссалам айтты дейді: "Ей Муса, сен сұрай берме, одан да маған еріп жүр" деп айтты. Сонда бір елді мекенісіне өтіп бара жатса, бір құлап жатқан қабырға жатыр дейді, құлап жатқан қабырға. Соны ана Қидыр алейхиссалам тұрғызып кетеді. Муса алейхиссалам артынан құлатып кетеді оны. Сөйтіп тағы бір келе жатса, елді мекенісінде теңіз жатыр дейді, теңіздің жағасында өлген балық бар дейді. Сол өлген балық алып жүре береді, кете береді. Бұның үшеуінде үш насихат, үш түрлі негізінде. Бір жерге келсе, пышақпен етті турайды дейді. Сонда Қидыр алейхиссалам айтты дейді: "Әлгі пышақты сен айтпа, қайдан алған" дейді. Анау айтып қойды Муса алейхиссалам, қайдан алған. Сонда айтты дейді: "Үшеуіне үш түрлі насихат, сен бағана ерген кезде маған саған айтып едім, сабыр сақта деп айтып едім." Бұның мағынасы, яғни burada мақсат сабыр сақтауды Қидыр алейхиссалам Муса алейхиссаламға үйретіп жатыр, сабыр сақтауды. Қай жерде не айтпау керек? Жаңа ненің қабырғаның астында жатқан нәрсе, ол жетімдердің алтын екен жинаған. Соны тұрғызба деп Қидыр алейхиссалам айтқан, бірақ Муса алейхиссалам жаңа қабырғаны тұрғызған. Ол жетімдердің ақысы жатыр орада. Жаңа әлгі пышақ біреуді өлтірген пышақ екен,
Сонымен аналар айтып қойды, ал ана жабысады, ол менің әкемнің ұшағы еді. Міне burada да біз сабырлықтың бір үлгісі жатыр. Біз қай жерде сабыр сақтаймыз, сонда біз көп нәрсе ұтамыз, кез келген нәрсе ұтамыз. Сондықтан мынау өнеде өткен бауырларымызды, құрдастарымызды еске алып дұға етіп жатсыздар. Оларға да иманның шарапаты тисін. Алыстан жақыннан келіп жатсыздар. Сіздерге де Аллахта сауаптар жасын. Көп соза бермей енді қатын сағындырып қоса ұқсат етіңіздер. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروه بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده ملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب الصعير
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شقيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاغترف بذنب فسحقا لأصحاب السعير بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض ولا طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله
الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا علي عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وقد آله وصحبه أجمعين ووفونا يا رحيم ووفونا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد жаратқан жаппарым осы оқылған құран кәрімнен аяттардан сүрелерден болған сансыз сауаптарды пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам ардақты сахабаларына әулие әмбиелерге Аллахым және атап арнайдап Төлеген баласы Нарбай, Тайшық баласы Сабырбек, Үрсенбек басы Оразбек, Базарбай басы Жаңабай, Бейғасыл қызы Гүлжахан, Қожағайып қызы Гүлнар, Шахмұхтар қызы Айтгүл, Мұса қызы Шәмшәгүл, Қостанбай басы Мерабек, Қостанбай басы Болатбек, Мұратбек басы Ержан, Мұса қызы Шәмшәгүл, Марат басы Аймек, Аллахым аттар атап аталмаған артында іздеуші жатқан барша мүмин мұсылман ата-бабаларымызға және ауылымызда Қожағали қорымда жатқан ата-бабаларымызға артында іздеуші жатқан мүмин мұсылман ата-бабаларымызға құран бақшымыз. Аллахым және осы мешітімізде қол жатқан кісілердің отбасынан шыққан туған туыс ата-әжелердің рухтарына ата-бабалардың рухтарына құран бақшымыз. Аллахым марқұмдардың жатқан жерлерін жерлеп топырақтан торқат имандарын жолдасы. Я Раббана Карим, марқұмдардың тірілгендерінде пендешілігін жасаған, біліктігімейді ашықта жасырды, үлкенді кішілер ерікті ерік жасау, барлық нақытып амалдан барын ішігізін. Ақиретте Аллахым марқұмдардың амалдап келген оңдарына және алдарына беру нәсіп, есеп-қисаптарын жеңілді. Қабірдің азабынан тозақтың отына сақта. Аллахым артынан ұрпақтарын, бауырларын, балдарын арнайы еске алып беріп жатқан Құдай жолы, дұға тілек садақаларын қабыл ет. Я Раббана Карим, марқұмдардың қаран қабылбен осы оқыған Құран нұрын нұрландыр. Аллахым марқұмдардың артынан ұрпақтарын, ағайын бауырларын, жасыратын іс-кәсіптерін берекесін бер. Қандай тілек тілесе, сол тілектерін қабыл болуын нәсіп ет. Я Раббана Карим, артынан ұрпақтарын бастарына алып, өзіне саулық болсақанымен берекет отбасына амандық беріп, бәледен жәледен, қауіптен, қатерден, тілден, көзден, адамдардың барлық жаманшылығынан, табиғи апаттардан, шайтандардың азғылынан бір Аллах өзіңнен қорғайсың. Раббана ла тузигh қулубана баъда из һадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал ваххаб рабби яссир ва ла ту'сир рабби тамим. Қаяғына қарай? Кімге қарай? Ал, давай! Класына барамыз. Мектепте 40 жыл мектеп оқыған мектеп Сабырбектің класына келе жатырмыз.
Сабырбек құрдасымызды басына қалған келе жатырмыз. Сабырбектің атына берілген кабинет бар еді. Кабинетте айтыңдар, көрші оған беріп қой. Иә. Бақытбай Сабырбек. Ассалаумағалейкум. Біз Сабырбек құрдасымыз. Осындай. Toprak toprak var. Mine. Gülüm de koydum mu? Gülüm abi. Bana şartı çıkan şey ne o ya? Ündü. Ya ama ündü var. Mınalar kaç yok var. Ana ya. Güzel ben de. Sana o. Brigada barganda var. Evet, sırrın baba. Şimdi takım üniversitede oldu. Buna bayağı var. İyi. Алтын ұя мектебімізде қара шаңыраққа 188 мектепке келіп жатсыздар. Қадамдарыңыз құтты болсын. Нағызына мектептің түлектердің ұлттық бірыңғай тестілеуге емтиханға тапсыратын уақытта келіп тұрсыздар. Сондықтан сіздердің қадамдарыңыз құтты болсын деп сіздердің жақсы жолдарыңызды біздің сіздердің іні қарындастарыңызға, балаларыңызға берсін. Енді әруағы қолдап қорғап жатқанша Сабырбектің кабинетіне келіп жатсыздар. Сол денсаулықтарыңыз мықты болсын, ұл қыздарыңыздың рахатын көріңіздер. Осындай сіздердей шәкірттеріміз, адамгершілікті, иманды шәкірттеріміз көп болсын. Қадамдарыңыз құтты болсын. Шумаймыз?
Мына сіздердің алтын уақыттарыңызды бөліп, біз енді мына алтын ұямызға 188 деген сан біз үшін өте ыстық. Ауылға ат ізін бұрсақ, міндетті түрде мектебімізді еске алып бір көріп кетеміз. Біз үшін тайқылындай кебісіп, аққырдың топырағына аунап өскен ұл қыздармыз. Мінекей енді 40 жылда келіп, 30 жылдықтан кейін бас қосып жатырмыз. Қай кезде де келсек те жақсы қарсы алып қуанып жатасыздар. Алла пейілдеріңізге берсін. Өзі ұстаздың жемісі, еңбегінің жемісін теретін уақыты мамыр айы, маусымменен осы айларда айтып жатырмыз ғой, ең биік сіздерді белестерге көтеретін ұбт-ның нәтижесі деп. Осы ұбт-ның нәтижесінде балаларыңыздың барлығы жоғары бал алып, ранг иегері болсын. Мектеп 100% грантқа түсті деген қуанышта болыңыздар. Енді бір жағынан елеңдеп тыңдап отырамыз, мектебіміз қандай болды екен деп. Біз де қуанайық сіздердің жақсылықтарыңызды ескере. Ал қыздар, жігіттер, келген қадамыңыз құтты болсын. Аллаға шүкір, басын бастап мешітте барлық сол қайтқан ол қыздардың ата-аналарын, туысқандарын шақырып ас бердік, үлкен Құран оқытты. Барлығы кеп риза болып баталар беріп жатыр. Бұл да алты салтының ауыз біршілігі деп есептейміз. Қадамымыз құтты болсын. Сабырбектің бізбен бірге, тайқылындай бірге өскен, арамызда жоқ ол қыздардың аруақтары риза болсын дейміз. Алла 50 жыл, 60 жылдықта да осы 188 мектепте барлығымызды түгел бас қосуға нәсіп етсін. Сіздерді 50 жылдығымызда қарсы алыңыз үшін. 50 жылдықта кеп тұрыңыз десейін. Мектебімізді орындаймыз, жайнап ұстап отырған Гүлбану ханым қарапыз. Міне керемет, өзіңнен кейінгіні көріп қалтаясың деген. Өте керемет, мына газ сабырбектер әңгіме айтып, еске алып тұрмал отырайық. Концерт болады жерді, істеп әлгімей атыр. Газ болыстан кейін бірден бар. Қыздар қай жерде? Олар дедім, сол жерге бар, дайындап қояр, концерт істейтін жерге бәріміз бара. Шаңғызы ауылдың балаларына ал енді осы жерде көшбек, сен тұрып енді жүргізсек, бұл жерде де Сабырбектен бауырымызды еске алып, сен де бірге көшерден мен, Арқам, көшбек төбелес жоқ бұл жерде. Сабырбек өлсе, төбелес жек көреді, жекті көреміз. Былайша қыздарды күшті сыйлайтын Сабырбек. Вообще қыздармен ұрысып, қыздарға төбелесіп айтын, яғни ұлдардың 90% қыздармен төбелескен ұлдардан бәрі. Сабырбек әңгімелейді, көрген емес қыздарға. Қайта бізді қорғайды ол ұлдарға. Ұлдардан қорғайды. Айткүл жақсы көреді. Айткүл жақсы. Мен қырымдайым бар. Сосын маған жақтырмайды, айталмайды ба сонда? Айталмайды ба? Артындар сенегі көшбек жақсы деп көресің. Көшбек сені сүйеді ғой деп. Балаға деп жәрім емес бар. Сөйтіп мені айттым безілмеген. Сабырбектің жақсы көретін. Сабырбектің жақсы көретін. Сабырбек адалдығы ғой. Маған тақсы олда жүр. Не дейін? Айтпады ғой имам. Сабырбек деп қойған атының өзі. Өте, мен ойлаймын, ақпарат өте бағалы ақпарат болды деп. Шынымен де енді немерелеріміз бар, шөберелеріміз бар да. Енді Шакизада айтып жатыр ғой, 99% қыздармен соғысқа өтеді. 1% ғана Сабырбекпен соғысқа мысалға. Енді Алла Тағала. Бақытбекте соғысқан жоқпыз. Бақытбек 2%. Біз айтпаған жігіт сен күшті
болады ғой, сонда Сабырбек деген соншалықты сабырлылығы. Енді анау комсомолда болған кезде неше түрлі история болды бәрімізде. Сонда бұлар алға Сабырбек соншалықты аналарды көтеріп, атқа мінгізіп, Адиланы сынап, Адиланы жылағанына дейін осы сен ғой. Сендердің бригадаларына неге баратын болдық қой? Қонаққа. Күштің біліп алғанымызда айтып білермей жатыр. Екеуміз көзірексіз көзіреміз. Күләк қалыптыр. Күләк қалыптыр. Күләкті шығарып сабыр артап қияпты. Алар неге дейін барғанша даматпады. Жоқ Адила шығып келе жатырса айтып тұрды, аттар мизанбады. Бізде оқ деген әріңсан деген ат қой. Соған қыздар білемізді, қыздарды бүгін жөнеді. Бүкіл қойдан айтып қой. Соғылы кешке Сабырбек екеуміз жинаймыз. Біз қойлардың бәрін санайтын кезде Нұртай маған айқайлайды. Тапқан бұрын келіп сана дейді. Шуылдатып санап, төртеуден безеуден. Айтып келген изолятор болып қойды. Сосын ше ана неге шығамыз? Бір күні бәріміз күнән есінде ма? Неге баратын болдық? Күнде қояны сосын бізде қоймаған күнә бар. Бізге барған осыған дейді, үндерін шығарып, осы өлесінде дейді. Қандақшам сөз жетсек кетемін дейді да. Мәшін ағамын уақыт бұра жетті, қойып жатыр, бақыт деймін, сабыр етер. Ол дана не ол? Ол мынада өткен бар. Қояндағы сағатта ұрады, ана ұрған кезде ай деп мынақта бәрсін. Сабыр ішіп, сендерді ашуынан тегер кетіп салды ғой. Қайттан ашуында кетсін. Енді ғана әпендемі, бір-екі қоянды көріп ек. Ашуланды да, машинаны қайттан жинала дейді. Тәмлен ебі жоқ та еді, көзі бәттайды. Қарайда қарай шықтық. Біз мұқтайсарымыз өзі керой. Біз жүріп өлімді қыратын қоямыз. Сізі бұланы қояны алғыз қойып. Атайымызы қырын қояп көшек. Бір қоянды жаралап бер. Итімен барып та, анам қоянды жаралап бер. Пыйт деп, итімен екі шалғазын. Табан ма жүрді? Шырпын жағатта аспаға лақтырып, солмен тауып болдық та жаңағы табанды. Сосын бір қызды айтайық біздің бес қыздың бір хикаямызды. Осы кезде айту керек. Дархан мен Сабырбек биеге кетіп бара жатыр. Армян кетіп кетті. Анау бізді мазақ қылып бара жатыр. Қалдыңдар, бітті. Баққандарың баққан дейді. Сөйтсе біз де бетеміз. Гүлнар есіне ма? Я саған. Марина, я саған. Сендер армян қыздың қайтып келесіңдер. Қайтып келіп келдің ба? Бақыт кетейді. Бір Дархан мен Сабырбек армян кетіп қалып кетті. Тіпті жақсы деп айтып арамыз. Бетеміз, я құдай сендер армян қыздың қайтып келесіңдер. Дегізді қалғырады. Сексеуіл аман болды, тағы. Жақсылаты жоқ, сендердің бригадалардың дәрмені болды. Сосын жөнінен, қамыс жөнінен. Біз 2,5 мың қой алып, 700 бәді үйін өттік. Өткен бар ғой, біздің тарқында от жоқ жерде. Сосын бір айтайын дегенім, соттан күтпеш қалғырам. Сосын бір айтайын дегенім, біз енді сыртты өліңалары барғанымыз ғой. Мұна екіншіге бригада барса бізді қуып жібереді. Кіргізбей ше. Ол мынау ішінде мынаудан қуат біз. Енді қайтап келіңдер. Қайта ана Нұртай ағаның нелеріне оларға барып шай
Бізге ше, анау қалған Сергей бар ғой, сол кеп қойып алсам да қыздарға. Сосын бар ма қанаса Алтынбек бар. Олар кезде бұған кейін оған сонымен бізге Сабырбек пен Дарханның жоқтығынан яқта қалған 5 қыз, бір Бақытбек, үшеуміз ойып, бесеуім алып. Бақытбек те қыз сияқты. Жоқ, күнара қоймағанымызды уже солай оққан сосын Жанболат бар бізде трактористта. Бақытбек тұрған күн жүрсе ме? Содан бір күні бір түйе әкеліп, мына Өзбекстан түйесіне бір түйені әкеліп, содан жаңа түйені сауайық деп та мен ішіне қорқпай түйе сауып жүрмін, сөйтіп ана түйені көріп атымыз қашып кеткен ғой. Түйеден ат қорқанын деген білесің бе? Содан Бақытбек пен Нұртай сол түйені іздеп аттардың бәрі мініп кеткен Жанболат үшеу, біз болсақ үйде жайлауымыз. Күнара кетеміз, кешке мал санауға мен келем. Жоқ қой, Дархан, жоқ кім жоқ zaten. Мен Розам екеуміз санаймыз, мынау түрмеде тұрғызып. Содан келе жатсақ келді. Әттең 3 күн өтті бұлар, 3 күн жоқ. Сөйтіп Қандария жаққа кетіп қалып, соңғы күні ағаш алып кетіп бола мен бұл келді. Кәдімгі 80 болады деп көшеде. Чау, чау деп қалсам. Нұртай келгенде алдымнан шыға келді ғой атпен жүгіріп келіп қасыма. Не малды менің расың деп, томармен рас деп қамшы деп қасым. Не бәсі деп, мен де қай леже жарған, леже жарған адам ғой. Қырғын ұрыстаған. Тамакейін алысқан малымның дедім бә, өзің алайын үйге кеттім де қалып, жаңа малды қарағым егелерім. Ертесіне жайын ертесіне жаңа ұрысып қалыпты, мен айтты, вообще қоймақпайын дедім Нұртайға. Мен сөйтіп жайым не шығып менің атымнан Алида бар, Адила бар, мен уже шаршаған бәрім шаршаған 5 қыз. Мыналар айтады, Адиладан адасып кеткен. Жоқ, мен тауып алған. Содан жайым кеттім. Олар спашын егер. Жоқ, олар бірінші олар спашын бар, көшеде су ішіп алып, болдықке су киіп алып. Сол мені жаңағы Сабырбек құсап, мен де ізгештігімді ғой, алдында Жанболат атпенен неге барып келген, Мұрасы деген жерге. Сол ат күзетсе баға. Мыналар айтады, адасы өле шығады, жоқ, адаспаймыз, адаспаймыз. Аузымызды бұрықтаймыз суды. Бұтылдың өзі. Кола бұтылды, үшеуміз түп, бесеуміз қолда бұтылды деп бар. Сөйтсе Адилары бәрі, аналар бізде шуға күліп келгенбіз ғой. Суға құлағамыз. Бес шайтан. Кәдімгі шықса Банязағай. Біздер Банязағай. Бармен неге тығылып жатсың ба? Жаңа Сабырияда қылып қарашайың ішіне. Ана кімнің үйінде? Айдыданың несінде. Қойдан қашқан қыздар. Иә, қойдан қашқан қыздар. Сөйтіп бізде бір көкірекке шықсын, екінші қапсы болғанбыз ғой сендерге. Жолаушыға келіп алып. Жоқ, бізде шетел қапсы болғандар, ана қапсы болғандар. Қорықтан деп біз ана кісі. Алып келіп, сендерге барып, сендер жолаушыда тұрады. Не, біз жолаушыда тұрамыз сендер. Мыңтайда тұрасыңдар. Мыңтайға алып барып бізді. Мыңтайға барып алдап жүр. Бектен, машинаға мінбейді бізді. Өтуға тұрғыз. Жоқ, алып тұр, айналайын алып кетейін. Сіз өтуға тұрғыз бізді. Неге алып кетесіз? Қошыңа деймін да. Жоқ, қошыңа бармаймыз. Содан анадан барып қайып келіп. Содан ақыры мен ана неге бармадым ғой. Қошыңа барғаным жоқ. Мен жолаушының басында қалдым, Жұмағалиді жіберіп, қойды ақыры менің басына келіп, мен айттым бармай жақпаймын. Сөйтіп, малды, ой, бұл кезде қызықтар деген, иә. Сабырды содан қайдың өтіп жылаймыз. Ой, Дархан деген сабыр қатып кетті ау деп. Ана Нұртайлар бар, Құландының текті жоғырмақ деген ғой, басып жатыр. Сөйтіп тұрғанда Сауретті байынға шақыртқан аяғында ғой. Алып кетіп қалып, басып келген Çok müşetim oldu. O yüzden zaten erkek adam olmasa ayakta koysunlar koy. Olmaydı ki. Bir жағдайда болады екен. Бірақ сөйтіп бір үйде еркек жоқ қой сою керек. Сөйтсе әйел адамның бұтында қол айтып қояды екен. Негізі не деп айтады да өзі үлкен кісілер неледі айтады ғой. Енді мысалы үшін үйге бір мал болып, арам өтіп қалса, семіз мал мысалы үшін қалай арам өлтіресің. Негізінде әйел адам мал союға болмайды. Иә, өлейін деп жатса енді пышаққа келу керек. Сосын құлағына қарап, сендер азық жоқ, менде жазық жоқ деп айтып, сосын ер адам болмағасын, ол түптің арасына жаңағыдай ағаш нәрсе бүйтіп қойып сөйлетіп. Соны айтқанша естіген енді ешқандай сөз жоқ, ол қазақтан кетті. Содан бір күні адам содан мен бір күні
Iya, iya. Seni sırtına kıpırlamak ekan. So'z жүгіргенде сөйлеп бала жоқ кішкентай жүгіріп қапағайдағы үйге барсам бұл жоқ батырбекке барсам бұл жоқ бала да кетеді не істеймін анау не істейміз ой тұрсын дедім да есімді өзің не болып жатыр деп ана жерде от жасамалай келіп бір қолыма сөйтіп қарасам қойдым да қолға қарап басын сенде жазып жоқ менде ақ деп бүйтті қорқып деп сойдым да жүріп шығып кеттім сөйттім да шығып кетсем қыпырған қайнағам сосын айтты не қылдың бала не болды балама дейді ой ана көрікші бар білмеймін бір сұрақ қой ішіне салам сені салам ғой кімнің арасына салдың киім шешемін шешемін жоқ азаттың ба деп отырмын да арасына қыстырып мен вообще просто мен қорқалып керек мен бір көріп әшін бір басынан көріп қалмау керек қой арамнан барып сәбесімен тапқан адамдай сөйтіп жүрген Рүстембекұлы Оразбектің жаңабай бауырларының мынау Сарыбектің классына келіп отырмыз. Естеліктер айтылып жатыр, өлер забойып тұрбайын алыстан атартып тоңтозу құрдастарын, жора жолдастарын, көз көргенін, бауырларын сенің жақсылықтарыңды айтып жатыр, амалдарыңды айтып жатыр. Ол жаққа барады, жақсы амалдары деп жатады, дұғаларымыз деп жатыр, дұға тілектер Алла берміз күнімізді күнәларымызды кешіріп, жатқан жерлерін жайып топырақтарын толтырып Алла Тағала өлеге мәнтерге береке берсін. Қабір азабынан тозағатын сақтап Алла Тағала жандарын жанатта болып, фирдауыс жаратында болғанын нәсіп ете берсін. Раббана атина фид-дуnya хасанatan ва фил ахирати хасанatan ва қина азабалар.